Айдын көмегінде электростатика тарауының студенттік есебі. Есептің шартында вакуумде горизонталь бір-бірінен 4,8 мм қашықтықта орналасқан екі пластина арасында радиусы 1,4 көбейтілген 10-5 дәрежесі метр шар тәріздес теріс зарядталған май тамшысы 5,8 метр бөлінген секунд квадрат үдеуімен төмен қарай қозғалуда. Пластиналар арасындағы потенциалдар айырымы 1 киловольтқа тең. Осы май тамшысында қанша артық электрон саны бар екенін анықтаңыз. Майдың тығыздығы 800 кг метр куб және электрон заряды 1,6 оның -19 дәрежесі кулонға тең. Есептің берілген шартын жаздық. Енді өлшем бірліктерін айналдырып алсақ, 4,8 оның -3 дәрежесі метрге тең. 1 киловольт дегеніміз 10-3 дәрежесі вольтқа тең. Енді бізде үдеумен төменге қарай қозғалып жатыр деп тұр. Оны әсер ететін күш масса үдеумен төмен болса G минус А болады. Енді бізде күш дегеннің өзі кернеулік көбейтілген зарядқа тең. Ал кернеулік деп тұрғанның өзі кернеу бөлінген арақашықтыққа тең. Көбейтілген заряд. Зарядтың өзінің негізгі формуласы көбейтілген элементар заряд көбейтілген электрондар саны тең. Бізде масса берілмеген, массаның өзін табу үшін тығыздықпен көлемді көбейтеміз. Ал көлем дегеннің өзі шардың көлемі 3/4 R кубқа тең. Шамаларды орнына қойып, осыдан электрондар санын табайық. Массамыз ρ 3/4 R куб G минус А тең болады. Ол көбейтілген не көбейтілген N бөлімінде арақашықтық. Осыдан бізге N-ді табу керек. N-ді табатын болсақ, бөліміндегі D белгісінің шамы көбейтілу керек. Ал мұнда кернеудің электрондардың элементар заряды ол бөлімінде зат. E көбейтілген ол бөлімінде. Ал мұнда 3/4 R куб G минус А көбейтілген D. Міне формуланы білдіріп алдық, енді шешуі. N тең 3/4 фиге жылтып 3 деп ала берсек болады. Рho бізде 800 тең. R деп тұрғанымыз 1,4 оның -5 дәрежесі. Оны көптеп аламыз. 1,4 көбейтілген оның -5 дәрежесінің кубы. Көбейтілген G-ді жуықтап 10 деп алсақ, азайтылған 5,8. Көбейтілген арақашықтығымыз 4,8 көбейту 10-ның -3 дәрежесі. Бөлімінде 1,6 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесі кернеу 10-ның +3 дәрежесіне тең. Осыларды орнына қойып есептейтін болсақ, 1000 шығады. Енді жауабы жалпы электрондар саны 1100-ге тең екен.